келесі есеп оқушылар 16 есеп 6 секунд сайын краннан 3 тамшы су тамады. Осындай 6000 тамшы 3000 мл болатын ыдысты толтырса жарты тәулікте краннан қанша литр су ағады? Сұрақ бізде мына жақта көріп тұрсыңдар, жарты тәулік деген, жарты тәулікте бізден литр тапты тұрған, иә. Жарты тәулік. Жақсы. Жарты тәулікте болайық. 12 сағатты көбейтем 60 минутқа. Бұл мен минут береді, и осы минутты мен 60 секундқа көбейтем. Неге? 1 сағатта 60 минут бар, 1 минутта 60 секунд бар, иә. Сонда менде неше шығады? Мына жақтан 720, 20,72,6 деймін ғой, онда. 2 бірім ойда, жердегі 6 43, ой, 42 ойдағынан 43 болады. Мұнда 432 и артында 2 нөл қосып жібереміз, и осындай менде неше секунд шығады. Дұрыс қой, иә? Иә, дұрыс. Енді осы секунд берілді, таптық. Енді бізге не дейді? Осындай 6000 тамшы 300 мл. Мен бетем енді. Маған осының неше тамшы болғанын табу керек. Менде бірақ 6 секунд 3 тамшы болатын берілген. И маған мына пропорция қоямыз. Мына x та болу керек та. Бұл екі жоғары көтеріледі. Пропорция тақырыбы бойынша. Сонда x тең 3 көбейтілген 43200 бөлінген 6-ға, 3600 қысқартсам 2. И мына жерде 2-ден берем. Так, 1-ден берем, потом 6-ден берем. 21600 шығады. Осынша тамшы су аққан екен. Енді 6000 тамшыда менде 300 мл болса, тамшы, мына жерде 21600 тамшы менде неше миллилитр болатын есептеймін. Бұл да қайттан пропорцияға келеді. Бұл екеуі астына кетеді. Сонда x менде тең болады. Так, 6000 бөлінген, мына жақта 300 көбейтілген 21600-ға 2 нөл шегертем. Мына жақта 1 нөлді шегеріп тастайым. 2 нөлді шегерттім. Мына жақта 1 нөлді шегерттім. Бәсе түсіндірдім. Так, мына жақта қысқартсақ егер 10. Мына жақта 3-ке қысқарттым. Мына жақта 10 қалды. Мына жақта менде 2 қалады. Сонда мына жақта 216 мың болса, мына жақта 2160 болса, мына жақта бөлінген 2 болады. И болсын бөліп жіберіп 1000-да, так, 0,80 тамшы ағады екен. Ой, миллилитр болады екен. Бұл менде 1080 миллилитр болады. Бұл менде 1 литр 80 миллилитр ғой. Немесе 1,1000-нан неше 1,8 миллилитр, литр. Бұл менде А нұсқасында болады.